Ұлт тарихы, ұлт тауқыметі, ұлт мақтаны. Ұлт тағдыры. Тарих, тағдыр, тұлға. Қазақ баспасөзінде Шерханның шекпенінен шыққан деген сөз бар. Жарықтық Шерхан Мұртаза еліміздің бас басылымдарына бас редакторлық қызмет атқарған жылдары қаншама жас таланттың томағасын сыпырып, бағын ашып, қаламына қанат бітірді деңізші. Ұлт журналистикасының тұтас бір буыны Шерағаңның ұстаханасында шыңдалды. Көркем сөз иесінің көрегендігінің арқасында ел ішінен қаншама көркем сөз шеберлері іріктеліп, қаншама талант түледі. Солардың бірі де бірегейі от ауыз орақ тілді Оралхан Бөкей. Асқар Алтайдың қойнауында трактор айдап жүрген арманшыл бозбаланың редакцияға жолдаған хатынан ақ дарынын байқап, Алматыға арнайы алдыртқан да осы Шерхан Мұртаза тұғын. Арада шамасы жартай өткенде орынбасарым Тельман Жанұзақов кабинетке бір жап-жас жігітті ертіп келді. Сұлулана жымайып, мынау өзің айтқан дей бергенде, айтпай-ақ қой, таныдым деппін. Әлгі жігіт босаға жақта сазарыңқырап, басын бір кекжең еткізген кезде, толқын-толқын болып иығына дейін төгілген қара шашы желп-желп ете қалды. Көзі аш қасқырдың көзінде екен. Мен қашан отыр дегенше кекірейіп тұрды да қойды. Шерхан Мұртаза Қазақстанның халық жазушысы. Бұл 1968 жыл еді. Сол кездегі республикалық Лениншіл жас, қазіргі Жас Алаш газетінің табалдырығын Оралханның алғаш аттаған шағы. Алматыға келіп, жастар газетіне қызметке тұруы, қаумалаған қаламгерлер қауымының ортасы Оралханға өзгеше әсер етті. Қиялына қанат бітіріп, қаламына қарым қосты. Оралхан өмірге өзгеше көзқараспен қарады. Оқырманын да елтіп өзіне тартты. Оның жазуы әсіресе жастардың жүрегін бірден баурап алды. Оралхан Бөкей қазақ публицистикасының дамуына үлкен бір серпіліс әкелді. Кабинетіне шақырды, барып, сөйтсек отыр Оралхан. Осы қаз деген отыр екен, сосын. Таныстырды, мынау Оралхан деген жігіт, таныс болыңдар, орталарыңа алыңдар. Бүгіннен бастап біздің қызметкер деп, мәдениет бөлімімен келушіні қойды, сырасы білден. Былай бат шығып тұр екен, сосын қасына барып, қайда түстің дедім, сосын күлді. Еш қайда түскем жоқ әлі. Гостиница бірдеңе болар ма екен деп, шамаданым вокзалға алға неге қоймаға қойып кеткем деді. Біздің үйге бар ектен. Менің 2 бөлмелі үйім бар. 2 балам, 1 әйелім бар. Балдар кішкентай. Ұят болмай ма? Қиын болмай ма? Ондай бір қазақ емес үйде. Не қиын болды. Сөйтіп үйге елтіп келдім, сөйтіп біздің үйде 3 айдай тұрды. 3 айдай тұрғаннан кейін пәтер тауып алып, келіншегін алдырып, содан кейін барып кетті ғой. Сол күннен бастап араласқаннан өлгенше сол нетті ғой. Араластық қой. Оралхан қазақ баспасөзіне көркем публицистикалық стиль әкелген қаламгер. Әсіресе оның қаламынан төгілген очерктер мен новеллалар ерекше оқылып, оқырман тарапынан ыстық ықыласқа бөленді. Ол әдебиетке де өзінше келді. Өз үнімен, өз стилімен соқпақ салды.
Оралхан Бөкей өзі туып өскен Алтай өңірін шексіз сүйді. Ол табиғат пен адам жанының нәзік байланысын көре білді. Содан сыр шертті. Өмірінің соңына дейін ол журналистика мен жазушылықты қатар алып жүрді. Оның очерктері әңгімеге беріксіз. Керемет романтикалық сарында, көбінде туған жері Катон туралы, өзінің достары туралы, оның мына әңгімелерінің өзіндегі кейіпкерлердің барлығы өмірде болған, өмірде бар адамдар. Анау естелік кітаптарында жазылады, кімнің кім екенін Биғаң, Иғаң, Зекең дейтін азаматтар. Зекең дейтін солай беш дейін дейтін керемет әңгімесі бар, кішкентай ғана. Соның кейіпкері полға еденге түсіп кеткен беш дейін табамды бененді қопарып жүрген кісі ғой. Орекең не жазса да сол адамның психологиясын көрсетуге, арманның ішкі дүниесін көрсетуге тырысатын. Біздің буын үшін әсіресе журналист болам, әдебиетші болам дейтін арман қуып, бір сондай Казгуде оқуды армандаған жастар үшін сол оқу бітіре салған кезде, тіпті оқып жүргенде ақ арманына қанат байлайтын бір қаламгерлер болады. Өзінің өмір баянымен, өзінің шығармашылығымен, өзінің жалпы болмысымен, сондай бір жазушылардың бірі жеке менің өз өмірімде Оралхан Бөкей болды десем артық айтқандық емес. Өйткені көптеген жастайымнан ақ көп шығармаларды оқып жүрдім. Десе де дәл Оралхан Бөкейдің шығармаларындағыдай менің жанымның бір түкпіріндегі бір нәзік иірімдерді селт еткізіп пернесін басатын дейтін бір дүние болады ғой. Сондай бір нәзік лирика осы Оралхан Бөкейдің шығармаларынан табылғандай болды. Оралхан Бөкей 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең сүлей суреткерлерінің бірі ретінде әлемдік танымдылыққа ие болды. Оралхан азғантай ғұмырында сондай асқаралы биікке өзін де, елін де, туған әдебиетінде шығарып үлгірді. Халық ұлы, ұлт тірегі болу деген осы. Әбіш Кекілбаев, Қазақстанның халық жазушысы. Оралхан Бөкей 1943 жылы 28 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы Катон-Қарағай ауданы Шыңғыстай ауылында дүниеге келген. Ол туғанда сұрапыл соғыс жылдары болғандықтан, әкесі Оралға еңбек майданына аттанған кез екен. Анасы Күлия, әкесі аман-есен оралсын деп ырымдап сәбидің атын Оралхан қояды. Әкесі Бөкей көп сөйлемейтін. Сөйлей қалса, сөзі мірдің оғындай, шешен, ойын астарлап жеткізетін рухы мықты адам болыпты. Анасы Күлия да көреген, ділмәр адам. Қысылған жерде қиыннан қиыстырып өлеңді шығаратын дейді көзін көргендер. Оралхан отбасында 5 қыздың ішіндегі жалғыз ұл, бұлаңдап ерке өседі. Ауылдағы кітапхананың барлығын түгелменен тауысып оқып, әке мен шешеден жас кезінде, оқушы кезінде көп ескерту алған оқушылардың бірі болған екен. Оны өзінің ұстазы Ильяс Қазабеков деген мұғалімнің айтуы бойынша біз естідік. Өйткені Ильяс Қазабеков бізге де сабақ берді. Сонда айтатын, Оралхан өзге балалардан ерекшеді. Өйткені мен ол класс жетекші, сынып жетекшісі болдым. Сол кезде кітапты тіпті сабақтың үстіне әкеліп көркем әдебиетті оқып отыратын. Сонда бізде ескерту жасасақ көп тыңдай бермейтін, партаның тесігіне қойып болсын, әйтеу бір амалын тауып кітап оқып отыратын деп. Оралхан мектеп жасынан озық, ойы ұшқыр, жазу сызуға әуес болады. Жазушы болуды бала кезінен армандаған. Мектеп қабырғасында жүргенде өте тынышсыз, шағып сөйлейтін әдеті болыпты. Кез келген сабақта ол тез ойланып, тез жауап бергенді ұнататын оқушы екен. Оқуда озат, мектепті үздік тәмамдаған. Тіл әдебиет сабақтарынан бөлек есепке өте жүйрік. Алгебра, геометрия секілді пәндерді түгін қалдырмай оқыған бала болған екен. Сол мектепте оқып жүргенде қабырға газетін шығарады екен. Сол қабырға газетінде
сол кездегі Мұхтар Әуезовтен дәріс алған, Казгуды бітіріп барған жас мұғалім Жомарт Нұрғазин деген мұғалім сабақ берген. Сол кісі жаңа Қабырға газетінің редакторы қылып ағамды қойыпты. Сол бірінші жазған әңгімесі «Бригадир» деген әңгіме екен. Яғни балалардың барлығы жаңа Қабырға газетінен сол әңгімені оқып, барлығы бригадир болатындай әсерде жүрді. Оралхан жастайынан ән жырға құмар, өлең сөзге жақын өседі. Көз көргендер ол кісіні отырыстардың гүлі әмбебап асабалық қырынан да танып таң қалған. Бірақ өнер жолын қууға сәті түспейді, шешесі қарсы болады. Ақыры қалам мен қағазды серік етем деген балалық сертін бек ұстанады. Сөйтіп, ауылдағы ағайын туысының жағдайы болмаған соң, Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін сырттай тәмамдайды. Оралхан мектепті тәмамдаған соң, өнер жолын таңдап Алматыдағы консерваторияның актерлық бөліміне оқуға қабылданады. Бірақ жалғыз тұяқ болғандықтан, анасы ұлының таңдаған мамандығына қарсылық танытып, оны оқудан шығарып алады. Анасының өтінішін екетпеген жас тәлімгер оқуын Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің сырттай бөліміне ауыстырып, ауылына қайтады. Ауылда 2 жыл тракторшы болып жұмыс істейді. Содан кейін барып, Нарын аудандық Еңбек туы газетінде корректор, кейін тілші болып жұмыс істей бастайды. Бірінші таңдаған мамандығы жаңғы консерваторияның актерлық мамандығы. Осы Қуанышбаев атындағы театрда қызмет атқарып жүрген Гүлжан Аспетова апамызбен екеуі бірге оқуға бірге түскен. Сол кезде консерваторияның актерлық әртістік мамандығына оқуға түсіп, оқып жатқан кезде шешеміз жаңағы қарсы болды. Ол кезде әртістерге әртүрлі көзқарас қазіргідей емес. Әртіс болып, қаншама жыл оқып әртіс болғанша, одан да қайтадан келіп, елге келіп, тракторист бол деп қайта-қайта көршінің қызы Бағилаға хат жаздыратын. Соның кейін тіпті қатына көп тыңдай қоймай арғарай оқып жатқаннан кейін, балам, бұл оқу саған қол болмайды, сен басқа оқуды таңдасаң деп, мен шешең ретінде осы әртіс болғаныңа қарсымын деп жазғаннан кейін, ол кісі сол бірінші курсты бітіріп, бірінші курста Казгудың журналистика факультетіне сырттай бөліміне ауысты. Ауылдан келген, күнге күйген қара бала, көзі сықсиған, қасымда тұратын, сіз түсесіз деп. Мейірімді сондай. Соңғы менің этюдтарым бәрін жатқа білетін. Соңғы жаңағы түсіп кеттім мен, Оралханда түсіп кетті. Соның кейін общежитие жаттық. Этюдтарын бәрін сонда жақсы жасайтын. Енді мына орыстар айтады ғой, талантливый человек, во всем талантлив деп. Сон өзі бір 3 айдан кейін бе жоқ болып кетті Оралхан. Кейін айтады, осы екі мамандықта маған етене жақын. Өйткені мен өзім журналист болып жүрген кезімде дейді, бүкіл өнер адамдары туралы тамаша туындыларды жаздым дейді. Және сонымен бірге өзінің өнерге өлердей ғашық едім деген жаңа кітабы жарық көрді. Бір спектакльді қоймай өз театрына келіп көріп жүретін. Өйткені ол өзі де кезінде әртіс болғысы келді ғой. Келіп көріп жүретін. Оралхан өте дүниеге деген көзқарасы, дүние танымы, ол басқа жазушыларға ұқсамайды, ол мүлде бөлек, мүлде бөлек. Нарын аудандық газетінде бас редакторының орынбасары болып жүрген кезде Оралхан Айманды жолықтырады. Дәм тұздары жарасқан 2 жас отау тігіп, түтін түтетеді. Тағдыр қосқан ғашықтарды сол тағдырдың өзі жазалайды. Қанша жыл отасса да, пешенелеріне перзент сүю бақыты бұйырмайды.
екеуінің қосылу тарихы да қызық. Оралхан жаңа екі аудан қосылып, Катонқарағай мен Болшинарымды аудандық газет, сонда аудандық газет істеп жүреді. Содан көшеде аудан орталығы кішкентай жер ғой енді. Жаңағы Айманды көреді. Айманды көріп, баяғы танысып, бүйтіп жүреді. Сосын сөз айтса, менің адамым бар, жігітім бар, деп. Сосын шын мәнісінде жаңағы бар екен бір жігітпенен достасып жүр екен. Оралхан енді ұнатқанын сондай қырсағына түсіп қоймай, ақыр көндіреді. Көндіріп, ауылға барып келін түсіріп, еліне сөйтіп үйленген ғой. Жазушы маңдайына жазылған тағдыр шындығын өз туындыларына өзек етті. Әрі оны әсірелемей, өз басынан кешкен базынаны бәз баяғы қалпында көркем жеткізді. Ұйқым келмейді атты әңгімесін толғағанда, ол өмірден ұрпақсыз өтетінін мойындап, қалың оқырманын өзімен бірге қамықтырып қояды. Бірақ шығармаларындағы пенде болмысы қаншалықты қым қуыт қиын болғанымен, автор сырт көзге ішіндегісін көп білдіре бермейтін. Тіпті ол өз ортасында ашық, ақжарқын, көтеріңкі көңіл күйдің иесі болды. Жары Айман екеуінің үйінен қонақ арылмайды. Ондай отырыстарда Оралхан асабалық еткенде айналасында қайран қалмайтындар кемде-кем. Өкініштісі, сол осындай керемет кештерден кейін Оралханның ұйқысы келмейтін. Ол бірақ бала сүймегендеріне әйелін емес, көбіне өзін кінәлайды. Енді екеуі сондай енді жаңағы қозы мен баян дейтінбіз өзіміз. Жаңағы сондай тату болғандығы керемет, сондай енді Оралханның шын жағдайын жасаған Оралханның жаңағы Оралхан өзі аурушаң болды ғой жасынан. Сондай соған көп нетті. Әке шешесі де керемет жақсы көрді Айманды. Біз Оралхан отырған кезде ортамызда бала туралы, баланың қызыған омының туралы әңгіме қозғамайтынбыз, көңілден тиеді деп. Оралхан қызметке тұрған Лениншіл жас, яғни қазіргі жас алаш газеті кілең жастар жұмыс істеген басылым. Редакция құрамы да тек қалам ұстағандардан емес, жалындаған, өнерлі, шетінен сен тұр мен атайын дейтін қазақтың талантты қыз жігіттерінен құралған. Әнші де, күйші де осында. Ұжымдағылар газет жұмысынан қолдары қалт ете қалса, өнер жарыстырып, отырған орындарын думанға айналдырады. Оралхан көркем сөз оқығанда алдына жан салмайды. Әсіресе Бейімбет Майлиннің шұғаның белгісін жатқа соғып, актерлық қабілеті арқылы ортасын баурап алады екен. Редакцияда жаңа бас қосулар, шай ішулер болып тұрады, сол кездерде соларда жарқылдап отырып өлең оқиды. Өзі актер бөлімінде оқыған ғой, жақсы әдемі дауысы бар, қойылған. Шабыттанып өлең оқыған кезде ақын ба деп қаласың. Әсіресе Бейімбет Майлин жақсы көретінде, соның шұғаның белгісі дейтін әңгімесін қара сөз ғой, соны оқып шығатын. Оқығанда да мәніне келтіріп, нақышын тауып, кейіпкерлердің образына кіріп, жақсы оқитын. Біздің елде бір түйе суға түсіп кетіп, тасып жатқан өзенге 52 күннен кейін жаңағы жардың ернеуіне тұрып қалған жерінен енді тірәруақ сияқты болып жатқан ғой, терісі мен сүйегі ғана бар, бірақ кеудесінде жаны бар. Соны тауып алып, 4 жігіт арқамен түсіріп, төмен қарай алып шыққанбыз. Соны Орекең айтып, бір жігіттің тойында осындай оқиға болды деп. Сосын айтай, әкірей деп сөйлейтін. Әкірей менің бала бота деген әңгімем бар, ақ бота дейтін. Диптек болсын, мен жазайшы деді. Сол күн тойдың мәні болмады отырысында. Мынау кәпір жазып қояр ма екен еді деп. Ол кезде машина деген жоқ, таксиге отыратын шама жоқ. Түннің бір ішінде сол уақытында тұрып алып, жаңа тойдан шығып үйге жаяу барып, сағат 3 болды. Бетін суық сумен жуып, бала бұра деп жаңағы оқиғаны жаздым. Соны таңертең 9-дан кете жұмысқа келсем,
Оралхан саңқылдап дауыс шығып отыр. Бураны жетектеген қазақ қуағай деп сайрап отыр екен. Үстіне шықсам, Оралхан жаңа бүйтіп шашы бері шалқасынан түсіп жатыр ана орындықта, креслода. Сосын, ай мынау Шерханға беріп қойған шығар еді деп, мен де кірдім Шәкеңе. Барып ем, айналайын, жақсы екен әңгімелерің. Екеуіңдікі де ұнады маған. Бірақ енді Оралхандікі біздің газетке шықсын, сені жаңа Жұлдыз журналының Бекежан дейтін редактор бар. Соған сөйлесіп қойдым, соған бер деп. Мынау творчестволық бәсеке деген, шығармашылық бәсеке деген солай туындаған болу керек. Қаламы жүйрік ой-ұшқыр жазушының есім сойы елге танылып, дәуірлеп тұрған шағында да жанын жегідей жеген жалғыз дүние сол ұрпақ сүйе алмауы. Әсіресе әйелі Айман қатты қамығады. Пендауи әңгімелерде ара гідік пешенелеріне жазбаған бақытты әлсін-әлсін бықсытып, әйел тағдырын да әбден әлек қылады. Сосын енді жаңағы Айман қайтыс болғанда Оралхан неде жатыр еді ғой, емделіп, Қырымда. Келді, қарсы алдық, түнде екеуміз сол үйге бір бөлмесінде барып сол үйге жаттық түнде. Өлік шығарардан бір күн бұрын. Түнде шөлтті тарқап неткеннен кейін. Түні бей жаңа жылап шықты. Түні бей жылап шықты, ұйықтамады. Екеуміз бірге құшақтасып бірге жаттық бір төсекте. Түні бей жылап шықты. Сонда бірінші рет сол жаңа ағыл-тегіл жылаған, сол Айманнан айырылғанда. Әттеген-ай, әттеген-ай деп. Совет кезінде за бездетность деген салық болды. Әрине, ондай салмақты салықты үкімет Оралханның тапқан таянғаннан ұстайды. Сонда Оралхан салықтан қалған ақшаны ұстап тұрып, "О сығыр үкімет, баласын қоқысқа лақтырып тастайтындарды жазаламай, мені жазалағаның неткенің. Мен балалы болмаймын деп, жүрмекенмін деп ызаланып, таусылып, тауы шағылушы еді." Ұзақ жылдар перзентсіз жүруі, жары Айманның аяқасты қазасы Орағанға оңай тимейді. Бір перзентке зар болуы, 20 жыл отасқан алғашқы жары Айманмен трагедиялық айырылысуға соқтырды. Ел аузында Алтайдың арман аруы. Оралхан, будь счастлив, береги себя. В моей гибели виновных не надо искать, деп соңында 3 ауыз сөз қалдырып, бір балаға зарықтырған мынау жалған дүниені Оралханның бақыты үшін тәрк етіпті деген сөз бар. Тағдыр шіркін бір айналдырғанды шыр айналдырады демей ме? Оралхан көркем сөзге келгенде өзін 10 орап алатын қарындасынан аяқ асты айырылады. Қалың оқырманы мен қаламгер достары жазушыны жұбатып, туған ауылда тағы барады. Артынша Айман есімді әпкесі дүние салады. Сосын әкесі, одан кейін анасы. Басынан қайғының қара бұлты арылмай, үйіріліп тұрып алады.
Оралхан жарға адал, достыққа берік, ағайынға қайырымды болған жан. Алатаудың бауырында дос жаранның арасында мерей тасып жүрсе де, Алтайдағы атанасы мен ағайын туыстарын бір сәт ұмытқан емес. Қолы қалт етсе, ауылының амандығын сұрап, қарындастарына жиі хат жазатын. Хаттары әртүрлі болатын. Өзінің болмысы ерекше ғой. Сол хаттары да әртүрлі. Кейде бір-ақ сөзден тұратын хат жазып жіберетін. Ол кезде мен ренжитім, аға неге уақытың болмады ма, неге бір-ақ сөзбен. Бір ел түсінбейтін бір сөз жазып жібереді кейде. Қатындасын ерекше, жаңағы Мәншүк қатындасына оған қатты қайғырды. Ол жаңағы Лениндік стипендиямен жемпиді бітірген филфагын. Аспирантураға түсейін деп тұрған жерден басқа біреудің орнын, басқа жай біреуді кіргізіп жіберіп, аспирантураға түсе алмай қалып, ауылға кетті ғой. Көркем әдебиетті оқығанда, оның білгенде, оны талдағанда керемет болатын, Құдай сақтасын. Оралхан аузын ашып, көзін жұматын қарындасының жаңағы соншалықты білімділігіне, соншалықты жаңағы әдебиетті, көркем әдебиетті түсінетіндігіне, жалдайтындығына қажап. Оралхан Бөкей үш бірдей жанрда, яғни публицистика, поэзия, прозаны бір арнаға тоғыстырған жаңашыл жазушы. Оның әр әңгімесінің түбінде астарлы ой, асқақ арман жататындықтан бірден түсіну қиын. Содан болар, Оралхан бір оқылатын жазушы емес. Оралхан қайталап оқуды қажет ететін жазушы. Түсінгеніңше оқи беретін күрделі суреткер депті бір естелігінде Дулат Исабеков. Ақиқатында Оралхан қазақ әдебиетінің ғана емес, күллі әлем әдебиетінің тарихынан өз орнын айшықтаған тұлға. Ұлтының бағына біткен жазушының шығармалары шынымен де бір оқып қана қоятын шығарма емес. Ізгілікке қызмет ететін мәңгілік туынды. Оралхан адам тағдыры мен табиғаты, кейіпкердің ішкі әлеміне тереңірек үңілген жазушы. Қаламгер әсіресе қарапайым адамдардың, ауыл тұрғындарының психологиясын, жан дүниесін терең зерттеген жазушы. Ол қандай шығарма жазса да, әрдайым өзі білетін, басынан өткен оқиғаны, өзі көрген ортаны туындысына өзек қылған. Екеуміздің танысқанымызда қызық болды. Қауғабай Сәрсекеев деген жазушы ағамыз болды. Маған туысқандығы да бар, соның бір мерейтойы болып үйінде жасап, мен үйге кірісімен ағайын болғаннан кейін дастарханның аяқ жағына Қауғабайдың қасында отырған Оралхан Бөкей кешігіп келді. Ол төрде классиктер, үлкен мүйізі қарағайда жазушылар, ағаларымыз отыр. Сол кешігіп келгеннен кейін менің қарсыма келіп отыра кетті. Отырды да, әй жоқ, шай жоқ. Әй мен сені жақтырмаймын деді. Сосын енді қасымда келіншегім бар, менің де намысым атты еді. Мен де дызета қалған болуым керек, менің де сені жақсы көріп бартқаным шамалы дедім. Ағайтыл қатысқан жоқпыз. Шамал отырғаннан кейін үзіліс болды, төрге шығып кетті. Теледидардан кетуіме тура келіп, жұмыссыз жүрген кезімде Оралхан Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, соның қарамағын істейтін ақын досым Несіпбек Айтылы маған, сен осы біздің газетте менің қарамағымда жұмыс бар, әдеби қызметкер деген поэзия. Соған тұрып алсайшы, мен айттым, Оралхан мен жұмыс қалмайды. Өйткені жаңағы ғой, мен көргенде айтқан әңгімесі. Демей, ол да бір мүйізі. Былай кекірейіп қалғаны болмаса, ондай адам емес, сен кіріп сөйлесіне болса деп. Сосын, нем кетіп барады, алмас деп кіріп едім. Бас редактор маған, сен шынымен осы менің қарамағымда жұмыс істеген келе ме деді. Неге істегім келмейді дедім. Енді отырды арызыңды жаз деді. Баяғы әңгіме жайына қалып, ойлағам, тәжікелесетін шығармыз. Жоқ, арызыңды жаз деді. Мен қолма-қол Қазақ әдебиеті газетіне, поэзия бөліміне қызметкер қылып алды. Атақ, даңқ Оралханның ауылын жағалап жүрді. Кітаптары, пьесалары орыс, ағылшын, француз, неміс, жапон, араб, қытай тілдеріне аударылды. Мәскеуден де, шет елдерден де басылып шыға бастады. Кітаптары «Советский писатель», «Прогресс», «Художественная литература», «Дружба народов» деген баспалардың бірінен кейін бірі, «Молодая гвардия» бәрінен шықты ғой. Оның сыртында театр журналына пьеса шыққан алғаш қазақ Оралхан. Қазақ жазушылардың ішінде. Ал бүгінгі заманның шындығын жазу жолындағы біздің жазушылардың біраз ізденістері бар.
Енді мына бетбұрыс кезінде жаңағындай енді жазатын шығар. Оны уақыт көрсетеді. Бұл жерде тағы бір нәрсенің басын ашып айту керек, жолдастар. Оның басын ашып алатын нәрсе ол мынандай. Бұған дейін жариялықтан бұрын өздеріңіз білесіздер, бізді баспайды. Біздің кереметтей шындықты айтқан шығармаларымыз жаңағындай жатыр шіркін осыны басса, мен данышпан классик боламын деген ұғым қалыптасып келген. Және бұл кезде, жәрі жабық кезде, қиындау кезде, шындықты жаңағындай сол алдында айтпайтын, бетбұрыстан бұрынғы уақыттарда, мысалы үшін, шындықты айтып қалған, өзінің жалпы атақ даңқының дәрежесінде шындықты айтып қалған жазушылардың біразын біз жаңағындай үлкен классикалық үлкен шығармалар тудырудың қатарына есептеп келдік. Енді жариялықты жар салды. Енді сол әлгіндегі шындықты айтқан, бүгінгі заманның шындығын айтқан көркем шығармаларыңыз, классикалық шығармалар жазылмай, олар қайда кетіп қалды? Жоқ қой. Демек ол туған жоқ деген сөз. Оны жаза алмады деген сөз. Енді бұдан былай үкімет пен партиямыз біздің жазушылардың, суреткердің алдында үлкен жауапкершілік жаңағыдай жүктеп отыр. Өйткені ал енді айтыңдар деген кезде біз айта алмай жатырмыз. Демек біздің ең әуелі талант құдіретіміз жетпей жатыр деген сөз. Ал о бастағы жаңа жариялықтан бұнда айтылмай келген айтар еді, бірақ оның формасы тағы да талант құдірет жетпей қалды деп ойлаймын. Оралхан Бөкей қазақ әдебиетінде ең көп сұранысқа ие болған қаламгерлердің маңдай алысы. Оның шығармалары бойынша Кісі киік, Сайтан көпір, кейін 5 тиын атты фильмдер түсірілген. Өз бейнесінің әдебиеттегі символына айналған Кер бұғысының негізінде 1986 жылы балет қойылғаны да қазақ прозашыларының бірде-бірінің басында болмаған үлкен жаңалық. Ғабит Мүсірепов пен Мұхтар Әуезовтен кейін жастардың драматургияға келе қоюы өте бір тәуекелшілдікті, үлкен бір батылдықты талап ететін еді. Сол батылдыққа мына жас жазушылар, жас драматургтер келе алмады. Өйткені Әуезовтен кейін жаңалық тудырып, драматургияға төңкеріс әкелу жүрек қорқыныш ұялататын еді олардың көңіліне. Сол кездегі, сол сең дейма қатып қалған сеңді, стереотипті бұзған ең алғаш 70-ші жылдарда жастардың жалпы драматургияға келуіне жол ашқан бірден бір драматург осы Оралхан Бөкей. Сол жаңа қолым меніңді мен жұмыс істедім. Соның жаңағы ой қандай қиын болды, қолым менің қабылданбай, ол кезде білесің қой енді Совет одағы артық сөз сөйлеуге болмайды. Оралхан Анар арқылы көп шындықты айтқызады. Әуезов театрында бір қолым менің бір үлкен жаңалық ашқан, бұрынғы традицияға неғылған неден бір ерекше бір спектакль болды да, әр спектакль аншлагпен өтетін. Актер шынығам десе, актер өзін дәлелдейм десе, Оралхан шығармаларына бару керек. Сонда ғана оның ішкі демі дұрысталады, сахнада өзін көрсетуіне мүмкіндік болады. Қарапайым тілмен, қарапайым диалогпен актер өспейді. Актердің ішкі тынысын реттеу үшін Оралхан Бөкейдің тілі сияқты кейде бір тіл керек болады. Сахнадан қарап отырсаңыз, бір шырайлы тілді аңсайсыз, актердің бір төгіліп сөйлеуін аңсайсыз. Сондай кезде біз Оралханға оралуымыз ол әбден мүмкін, біз оралатынымыз анық. Оралхан әдебиетке өз соқпағымен, өз табиғи талантымен келген жазушы. Әрі ешкімге еліктеген емес. Оралханның өңделген, өзгерген, қайта жазылған не жарамсыз, жарияланбай қалды деген бірде-бір шығармасы жоқ. Бұл оның әдебиетке таланты толысып, дарына дараланған тұста келгендігінің дәлелі. Оның үстіне ол Қаршадайынан газет жұмысына жегіліп, жазып сызудың үлкен тәлімді мектебінен өтті. Оралхан жазған очерктер көркем әңгімеге бергісіз. Өмір мектебінен өткен жас жазушының қаламы жүйрік, сезімі сергек, шығармаларының шырайы бөлек, кейіпкерлерінің түр-түсі ғана емес, тұлғалары да биік те бейтаныс болатын. Қалай Наманжан екеуміз енді жылда кездесіп жүрсек дағы, бірақ екеумізбен дос болғанымызға, бала кезден араласқанымызға енді өзі шын айту керек, өзі жарты ғасырға тақап қалды. Қанша дегенмен екеуміз де кәртейіп бара жатырмыз. Енді екеуміз бірге остық, үйіміздің арамызда үй болмады. Бірде қайнастық, бірге оқыдық, балыққа да бірге балдық, отынға да бірге балдық. Кейден ауылға қарай келгенде асыққанда менен әуел өздеріңді бала кездегі достарыңыз жағдады екенсің. Әрине ол дос жоқ деген сөз емес. Қазір Алматыда болсын, Қазақстанның қай түкпірінде болсын, шетелде де достар табасың. Бірақ соның ішінде ең қымбаты бала кезден бірге ойнап, бірге өскен бала дос адамға ыстық көрінеді.
Өзі новелиспін ғой демекші, қара сөздің зергері цензураның шиыршық атып тұрған тұсында да Оралхан кеңесті кемсітудің кетігін дөп басты. Онысы қазақтың қоңыр тірлігін көкке көтеру еді. Онысы қарапайым еңбек адамының рухын оятқандық еді. Ол қалам тартқан дүниесіне ақынның жанымен үңіліп, суреткердің көзімен шұқшиятын. Қысқасы тақырып таппадым деп тарыққан жан емес. Керісінше, көпшілік мән бере бермейтін кішкентай дүниені қалағанынша түрлентіп, кесек туынды жазатын құдірет иесі. Оралхан Бөкейдің ең соңғы мақаласы Қазақ әдебиеті газетінің 1993 жылғы 30 сәуірдегі санында жарияланды. Ошақ бұты шөу, жағар оты біреу деп аталады. Көкек өз атын өзі шақырмас үшін жүз, рушылдық деген алып қашты сөзді азайтып, ұлттық деген ұғымды қалыптастырайық. Соны ғана насихаттайық ағайын. Дүниеде өзі ауру болған соң бүкіл әлем ауру деп ойлаудан қауіпті де қатерлі де не бар деп аяқтапты ең соңғы ойын сол мақалада. Жазушының ұлт татулығы мен ұлт мүддесі киелі қаламы арқылы азаттықтың алғашқы жылдарында тірілерге осылай аманат болып қалған еді. Еңбегіне қарай өнбегі. Оралхан мақтан сүйіп мадаққа құмар болмаса да, марапаттан кенде қалған жоқ. Ол 1976 жылы «Құлыным менің» пьесасы үшін Қазақстан Республикасының жастар сыйлығының лауреаты. Араға 2 жыл салып, Найзаға есі повестері мен әңгімелері үшін Островский атындағы бүкіл одақтық әдеби сыйлықтың лауреаты атанды. Өкінішке орай ақшасының барлығы, жиған терген ақшасының барлығы ақша ауысқан кезде күйіп кетті. Сөйтті да өзі сол 3 бөлмелі үйде қалды. Қазақша айтқан кезде жалаңаш қабырғамен бетпе-бет қалды деп айтуға болады. Оның үстіне жас әйелі бар, жас 2 баласы бар. Бұлайша айтқанда, оқуды жаңа бітірген жас қызметкер ұқсап өмірді қайта бастауына тура келді. Сол жерде біраз таршылықтарды көргенін білем, куәмін. Саналы ғұмырын қазақ әдебиеті мен ұлт журналистикасына сарп еткен Оралхан Бөкей әр жылдары Жас Алаш газетінде, кейін Жұлдыз журналының проза бөлімінде меңгеруші болып қызмет істейді. Оның еңбектерінің еселеп басылып, сан мың тиражбен тарайтыны да осы тұс. Ал Алаш азаттық алған жылдары Қазақ әдебиеті газетінде бас редакторы болады. Алтайда туып, Қазақ сахарасының тауы мен тасын, құмы мен шөлін, суы мен нуын өз туындыларында түгел түрленткен бір туар тұлғаның өлімі де өте жұмбақ. Ол 1993 жылы 17 мамырда Үндістан жерінде іс сапарда жүріп, Дели қаласында қайтыс болады. Кешке қайтадан Делиге қайтып оралдық. Делиге қайтып оралсақ, бізді осы сапарды ұйымдастырушылар Қазақстаннан келген, тұңғыш рет келіп отырған журналистер делегациясының құрметіне арнайы қабылдау өткізгелі жатыр екен. Сол қабылдауға Оралхан ағамыз бастап бәріміз бардық бірге. Бір таңғалғанымыз, ораған сөз жерден ешқандай нәрсіз бады. Ораға алсаңызшы, мына ас дәмді екен, өте жақсы дайындап мынадан, сусыннан ішіңіз деп айтып қоямыз, Нұртөре екеуміз. Бірақ бір түр мен мазам болмай тұр, бүйрегім артып тұр ғой деймін деп, сонымен ораған нәрсіз ған жоқ, шын айтқанда. Жаңа қабылдау 2 сағаттайға созылды. Содан кейін қайтып қонақ үйге келдік. Ал жігіттер, таңертең жолыққанша енді жақсы демалайық деп бәріміз мынау кең кіреберіс дәлізінде қонақ үйдің қоштастық. Жуынып шайынып, таңғы асымызды ішіп барғанша біраз уақыт өтеді. Үлкен қала. Сонымен есігін ашылмағасын кезекшіні шақыртып, бөлмені ашқызып ішке кірсек, мен енді өзім бірінші болып кірдім. Сөйтіп ораға деп барып, кеудесін қолына қойып жатыр екен. Қолы сұп-суық. 10 мамыр күні жауапты хатшы Қайырбек Асанов екеуміз жазушылар одағының сенбі күні болатын аттандырдық сапарға. 17 мамыр күні қаралы хабар келді ғой. Жылап жүріп
көмдік, жоқтадық. Оралханды мына Мүсіреп театрынан шығарды. Соңғы сапарға аттандырды. Сонда театрдың актрисалары жоқтау айтып тұрды. 28 ба, 30 ба жұмбақ жоқтауды мен жазып едім. Қазір сол қолыма түспей жүр. Ішіміздегі өкінішімізді, қыжылымызды сол жоқтау арқылы жеткіздік. Алтайдың асқаралысы аққан жұлдыздай елуге келбей ерте қиылса да, артымда ұрпақ қалса деген арманына қол жеткізіп өтеді. Жаратқан жазушының наласына назар салып аяса керек. Кейін қосылған әйелінен бір ұл, бір қыз сүйеді. Ұлы Айхан, қызы Айжан. Балаларына бұлай ат қоюының да өзіндік сыры бар. Алғашқы жары Айманның құрметіне арнап, екі баласының есімдерінде Ай деген есімді арнап қойып кетті. Ұрпақсыз өтеме деген қауіп ол кісінің жанын жеді деп айтамыз. Әкесіне жазған Мұзтау деген кітабында, қолтаңбасында менің балам да осы, барым да осы деген сөз. Соны айғақтаса керек. Бірақ енді тағдырдың жазуымен Оралхан ағамыз төсек жаңғыртып екінші рет үйленді. Екі бала сүйді. Айхан деген ұл, Айжан деген қыз. Екеуі де Оралхан ағамыздың аузынан түсіп қалғандай. Мен оның тез кетіп қалатынын білген жоқпын ғой. Қалай деп айтсам, өте қымбат, өте бір үзеңгілес деймен, сондай өнер жолындағы бір жақсы. Мен даже ондай тірі күнде адам бір-бірін не қылмайды ғой. Өліп қалды деп ойламайсың ғой оны. Деп тоқтай тұр, мен сен туралы өзім кітап жазам. Жаным сол ертең бәрін шығарам деп. Ерте кетіп қалды. Жаңадан ғана жетіліп, үлпілдеп тұрған қос мүйіздің түбінен қос оқ сақ етіп дейді де, кербұғы омақаса құлады. Қайтып тұяқ серіпкен жоқ. Адалда арам өлімге бой сұнып, бостандықты енді ғана сезінген қайран дене суыды. Мәңгіге суыды да, шын еркіндікке сапар шекті. Оқ екі жақтан келді. Бірақ екі жақтан да ешкім жоламаған. Оқ иелерінің кімдер екені де белгісіз. Кербұғы сол көгала діңгектің түбінде дүбәра алаңда қалды. Бұл Алтайдың сұлулығын асқақтатқан Кербұғының өлімі. Жазушы да керім күндерім әлі алда деп жүрген шақта жұмбақ жағдайда көз жұмады. Жазмыштан озмыш жоқ. Алтайдың Кербұғысы атанған жазушының жаны ширек ғасыр қара жер қойнында дамылдап жатса да, оның қазақ әдебиетіне қосқан асыл мұрасы мәңгілік жасай береді.